Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Ресейге барып оқығым келді. Содан кейін барып Санкт-Петербург мемлекеттік экономика және қаржы университеті, бұрында енді Финек деп аталады, енді оны әлі де Финек деген, біздің нархоз деген сияқты Финек деген аты бар. Сол университетке бардым. Содан кейін барып осы бағаны қалыптастыру мәселесіне байланысты бидай өнімдері деген сияқты осы микроэкономикалық салалардың бір бағыты болып табылады. Сол бойынша сол кафедраға бардым. Жаңағы инструктор, жастармен бірге жұмыс істейтін инструктор болғаннан сөйтіп облыстық комитеттің, ол уақытта комитет деп аталатын. Сонда жұмыс істеп жүріп, 87 жылы мені осы Қызыл Крест қоғамында жаңағы төрайым етіп сайлады 87 жылы. Содан бері мінекей Аллаға шүкір осы жұмысты жасап келе жатырмын. Мен ойлаймын, осы жетістікке жеткенім әр уақытта адам өзінің мамандығын істеп жүрген жұмысын жауапкершілікпен қарау керек. Өте шын сүю керек сол жұмысты. Яғни 3-ші курста мен координаторда болдым, 2-ші жағынан жұмыста жасадым деген сияқты. Ең алғаш Адырна таразы жастар қоғамдық бірлестігі бар десе, ол әйелдердің гендерлік саясатымен тікелей жұмыс атқаратын ұйымның бірі болатын. Сол ұйымның төрайымы болдым. 3-ші курсында? Иә, 3-ші курсында, сол 2018 жылы. Сол ұйымның төрайымы болдым. Біз осы Жамбыл облысында болып жатқан көптеген мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстармен айналысқан болатынбыз. Содан соң сол жерде өзім опыт дейді ғой, былайша айтқанда. Тәжірибе жинап көрдім. Жалпы қандай қоғамдық жұмыстармен айналысуға болады, қоғамдық жұмыс деген жалпы не екендігін сол кезде түсінген болатынмын. Сол кісілерге мен үлкен алғыс білдіремін. Армысыздар, біздің тұрақты көрермендеріміз. Бүгін бізде Саналы Talks жобасының кезекті отырысы. Бүгін бізде талқыланатын тақырыбымыз әйел адамдардың жетістікке жетуі деп аталады. Бүгін бізде қонақта Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті ұстаз институтының директоры Орынқыз Көпбосынқызы және де Қызылай қоғамдық қорының Жамбыл облыстық филиалының директоры Оразкүл Тойбекқызы. Қош келдіңіздер. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді жаңа өзіміз айтып өткендей, бүгінгі тақырыбымыз әйел адамдардың жетістікке жетуі. Жалпы енді өздеріңіз осындай біраз жетістікке жеткен осы қоғамдағы кісілерсіздер. Сол себепті осы еңбек жолдарыңызды жалпы қалай осы қалай айтады? Еңбек жолдарыңызды айтып кетсеңіздер. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Менен таныстырып кетті. Орынқыз Көпбосынқызы болам. Өзім осы Талас ауданы Тамда ауылының тумасымын. Және де осы бұрын Жамбыл гидромелиоративті құрылыс институты болып аталатын. Қазір олда осы Тараз мемлекеттік университет құрамында. Сол себептен сол университеттің экономика саласын бітіргем 96 жылы. Одан кейін барып, қызыл диплом дейміз ғой енді. Сол қызыл дипломмен бітіргеннен кейін ұсыныс түсті кафедрадан. Сол кезде кадрларды жаңалау процесі деген болады. Білім ғылым саласында, себебі бізде үлкен ағайлар, үлкен кісілер сабақ беріп, ол кісілердің де зейнетке барар жасы, сол жастардың ішінен қалдырайық деген ұсыныс болды. Сол ұсынысты қабыл алып, университетте оқытушылық қызметке қалдым. Ассистент болып бастадым. Жалпы одан кейін енді осы салада жүргеннен кейін түсінгенім ғылымға деген бетбұрыс болу керек екен. Ол ғылым әрдайым адамды шыңдайды, жетілдіреді. Сол себептен осы ғылым саласына кірісе бастағанда өзім микроэкономика саласында сол микроэкономика пәнінен сабақ беретін. Сол микроэкономика пәніне деген қызығушылығым өте жоғары болды. Көптеген ресейлік біздегі оқулықтарды оқи бастадым. Сол оқулықтардың тесттік, схемалық, әртүрлі бағытта беріп отырды. Сол авторлар туралы да ақпарат жинақтап, өзіме бір қызықты болды. Кейіннен енді аспирантура оқу керек болды. Сол кезде Қазақстанда оқиын ба, Ресейде оқиын ба деген өзіме сұрақ қойып, Ресейге барып оқығым келді.
содан кейін барып Санкт-Петербург мемлекеттік экономика және қаржы университеті, бұрында енді финек деп аталады, енді оны әлі де финек деген, жаңа біздің нархоз деген сияқты финек деген аты бар. Сол университетке бардым. Содан кейін барып осы бағаны қалыптастыру мәселесіне байланысты бидай өнімдері деген сияқты осы микроэкономикалық салалардың бір бағыты болып табылады. Сол бойынша сол кафедраға бардым. Сол жердегі өте бір өмірімде бір есте қалған қызықты сәт, сол неше жылдап оқыған кітабымның авторларын барлығы бір кафедраның ұжымы екен. Сол жерде көріп, таңғалып, ол кісілер енді ол кезде Ресейде бізде тест жүріп жатса да, олар собеседование дейміз ғой енді, пікір алмасумен қабылдады. Сол кезде ол кісілердің таңғалды да, сіз қайдан білесіз бұның бәрін деп. Соны айттым, мен сіздердің кітаптарыңызбен тәлім алып өзім оқыған едім деп. Содан бері байланысымыз өте жақсы болып, 3 жыл оқып, аспирантура сол жерде кандидаттық қорғап, қайттан осы өзіміздің университетке оқытушылыққа келдім. Сол кездегі көзім жеткені, жалпы адам алдына мақсат қойса, жетуге ештеңеде кедергі болмайды екен. Адам өзінің сол мақсатына жету жолда бір жақсы оқығаным бар еді, бір авторын ұмытып қалдым. Сол кезде айтады, сіз ол жұмысты қалай жасайсыз? Ода біздің неміз жоқ дейді. Біздің мақсатымыз, сіз сол туралы 24 сағат ойлануыңыз керек дейді. Тәулігіне. Сонда қарап отырсаңыз, бір саланы алып, соны қайта-қайта жетілдіріп, сол сала бойынша жұмыс атқарып жүретін болса, әрине ол ең бірінші мамандығына деген сүйіспеншілік. Сол себептен ойлаймын, кез келген адамның жетістікке жету жолы осы деп. Ал енді тақырып бүгін әйелге байланысты болып тұр ғой. Шын мәнінде неге біз бөліп айтамыз әйелді? Себебі әйелдің осы өзінің таңдаған мамандығымен қоса отбасылық деген мәселесі бар. Шын мәнінде табиғат жаратылысы сондай болғаннан кейін біз ана да болуымыз керек, бала тәрбиесіне де ерекше көңіл бөліну керек. Сол себептен кейбір жағдайда жаңағы жетістікке жетіп, карьералық өсім жасауда осы отбасылық мәселелер де кедергі болуы мүмкін. Бірақ енді адам өз өмірінің жасаушысы деп айтады ғой. Шын мәнінде алдына мақсат қойып, соған жету керек деп ойлаймын. Сол Ресейден қорғап келгеннен кейін, енді бізде білім саласында ғылыми жетістіктерге жеткен, кандидаттық, докторлық қорғаған адамға шын мәнінде жол ашылады екен. Оған көзім жетті. Себебі осында келгеннен кейін бірнеше қызметтер ұсынылып, сол жерде кафедра меңгерушісі болдым. Одан кейін барып, университеттің үлкен ғылыми кеңесі бар, соның ғалым хатшысы болдым. Одан кейін барып, енді көршілес ол кезде қазір қосылдық, педагогикалық университетіне проректорлық қызметіне шақырды Дарья Пернешқызы. Сол жерде өзім жастармен жұмыс жасауды өте жақсы көрем. Сол тәрбие саласы болғаннан кейін баруға бел будым. Сонымен оға дейін де енді өзім экономист бола тұра, бізде заң факультеті бар. Заң факультетінде кедендік іс деген мамандық болатын. Ол осы экономика мен заңның тоғысқан мамандығы деп айтса болады. Сол жерге шақырды жұмысқа. Енді былай өзім саралап қарап отырсам, әрбір 5 жыл сайын өзім бір өзгеріп отырады екен қызметім. Бұның өзі бір адамды басқаша көзқарасқа, басқаша жетелейді. Сол себептен өте қызық. Әлде қызметіңіз жоғарылап тұра ма? Енді ауысып та деп айтуға болады. Себебі бір сала ғой енді. Университет ол өте үлкен миссия атқаратын ұйым. Енді біздің әрине алғашқы миссиямыз білім беру, ғылымға жол ашу, сонымен қатар тәрбие болатын болса, соңғы уақытта біз әлеуметтік миссияны атқарамыз. Яғни тек қана білім ғылым саласында емес, қоғамға біз қаншалықты пайда келіп жатырмыз. Осыған да біз аса көңіл бөліп жатырмыз. Сол себептен қазіргі көшбасшылық мектебі, өздеріңіздің айтып отырған сондай әдемі тақырыптағы сұхбаттардың өзі тәрбие деп ойлаймын. Сол себептен енді осындай бірнеше қызметтерді атқара отырып, жетістікке жетуге болады деген сенімді айтқым келеді. Рахмет сізге көп-көп. Тағы да бұдан да биік белестерден жетіскен көрінуі. Рахмет. Өзіңіз мен енді өмір жолын Шымкент қаласында медициналық училищені бітірдім, фармацевт факультетін 68 жылды бітіріп, бір жыл Көксаяқ селосында жұмыс істедім, ассистент болып.
Содан кейін осы жаққа ол уақытта Жамбыл деп аталатын Жамбыл қаласына келдім. Осы жерде бір тума ағам бар еді солардың. Сөйтіп осы жерге жұмыс келіп, сонымен пединстқа заочный оқуға түстім. Жаңағы фармацевтпенен ары қарай алып кеткен жоқпын. Сөйтіп сол пединститутта 9 жыл жұмыс жасадым. Ректордың секретары болдым. Сол жерде заочно оқып, пединститут математика факультетін бітірдім. Соны бітіргеннен кейін бір ДЗМК дейді ғой қазір. Соның балабақшасында бір жылдай тәрбиеші болып жұмыс істедім. Одан кейін бір подругам бар еді, осындай бір ол уақытта Қызыл Крест деп аталатын. Қызыл Крест деген қоғам бар, соған бір орын босап тұр, соған сен келесің ба деп. Сонымен барайын дедім де 78 жылы сол Қызыл Крест қоғамына жаңағы инструктор, жастармен бірге жұмыс істейтін инструктор болып орналастым. Сөйтіп облыстық комитеттің, ол уақытта комитет деп аталатын. Сонда жұмыс істеп жүріп, 87 жылы мені осы Қызыл Крест қоғамына жаңағы төрайым етіп сайлады 87 жылы. Содан бері мінекей Аллаға шүкір осы жұмысты жасап келе жатырмын. Мен ойлаймын, осы жетістікке жеткенім әр уақытта адам өзінің мамандығын істеп жүрген жұмысын жауапкершілікпен қарау керек, өте шын сүю керек сол жұмысты. Содан мені сол өзім жұмысымда жүріп, жаңағы қалалық мәслихаттың депутаты болдым. Ол уақытта да мен ойлаймын, менің еңбегімді бағалай білгені деп, 5-ші мөлтек ауданы бар ғой, ең ауыр. Сол жерден 2004 жылға сайланып, қалалық мәслихаттың депутаты болдым. Одан кейін осы Тараз қаласының құрметті азаматы болдым. Енді жұмысымда әлі пенсияға шықсам да, енді зейнеткер болсам да, әлі жұмысымды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Бізде де жастар саласы бар, жаңағы бірлік, единство деген жастар қоғамы бар. Ол жерде көбінесе қазір волонтерлар жылы ғой, волонтерлар келіп тұрады. Осындай мынандай төтенше жағдай болған уақытта олар біздің бәрі ғана акциялар жүргіземіз, соған қатынасып тұрады жастар. Істеп жатқан жұмысымыз енді мына айтады ғой, біз үкіметтік емес ұжым болған екен, мына өкімет пен властьпен арасындағы, мына қарапайым халықтың арасындағы алтын көпір деп. Солар көбінесе олар жоғары жаққа бара алмайды, көбінесе мұқтаж болған адамдар, көп балалы аналар, жетім жесірлер, инвалидтер, әлеуметтік тұрмыс жағдайы нашар жанұялардың бәрі маған өтініш беріп келеді, Қызылай қоғамына келеді. Біз оны жаңағы моральдық болса да, материалдық болса да, психологиялық болса да, оларға өз жәрдемімізді береміз. Келген адам риза болып кетеді. Енді мен ойлаймын, біздің қоғамның миссиясы жаңағы мұқтаж болған адамдарға қол ұшын беру, облегчить сострадание людей дегеніміз. Сол әр келген адамға бір өзің қолыңнан келген бір жәрдеміңді бергенде, өзіңде бір көңіл марқайып, бір осы кісіге күліп, жаңағы кісі қуанып кеткенде, өзімізде бір жасап қаламыз, бір мына кісіге қол ұшын бердім, көмегім тиді деп. Енді бір өзіміз емес, енді біз енді үкіметтік емес ұйым болған екен, үкіметтен ешқандай қаржы алмаймыз. Енді спонсорлық көмектер деген болады, спонсорлар көмектесіп жатады. Содан кейін бізде программа, Біріккен Араб Әмірлігінің программасы бар. Онда 567 балдар бізден көмек алады. Ол тізімге кірген балдар кәмелетке толғанша алады. Айына $50 деп айтатын сен. Жарты жылда бір беріп тұрады. Одан басқа, енді егер айтып кететін болса, мына пандемия дейміз ғой, COVID-19 деп. Пандемия кезінде где-то 3000-нан астам жанұяға, адамдарға көмек беріп біз 6 миллионнан астам азық-түлік, жаңағы дәрі-дәрмек, памперсі дейді, киім-кешек сондайлар беріппіз. Мен ойымша айтайын деген, енді не ретінде, мысалы жастарға айтайын деген адам кітапты көп оқу керек. Кітап көп оқысаң, ой өрісің кеңейеді, тіл дамыту да көбейеді, дамиды. Содан кейін алға әр уақытта мақсат қою керек. Мақсат қойсаң, сол мақсатыңа жетуге талпыну керек. Мақсатқа, ой, мынау болмады, ондай деген болмайды. Арғай талпына білу керек. Адам тапсырған жұмысқа адам жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Әр уақытта соны
орындау керек, тырысу керек. Мына мен шектеліп қалмай ары қарай көтерілейін дегендей сондай мансапқорлық емес. Былай өзінің несін, дәрежесін, ісін жақсы көру керек. Мысалы, өз ісін маман, шын сүйетін маман ол жетіледі деп ойлаймын. Жетістікке жетеді деп ойлаймын. Рахмет, қазір мысалы сөзіңізді айтып қалдыңыз, кітап оқу керек деп. Сізде университет қабырғасында білім саласында қызмет атқарып келесіз. Жалпы енді өздеріңізден кейінгі осы кіші сіңілдеріңізге, жалпы қыз балаларына қандай да бір кітаптар оқуға осы айтып кетсеңіздер, бір авторларымен болсын, нақты осы кітапты оқыса деген секілді. Біздің қазір тұлғаларымыз бар ғой, тоғысы. Мен ойлаймын, енді Абай Құнанбаев туралы кітапты оқу керек деймін. Содан кейін Бауыржан Момышұлы, Батыр ағамыз, ол кісі туралы. Енді Мұхтар Әуезов жас кітаптар бар, көбінесе сотыбы телефонда отыра бермей, кітап оқыңдар деп оны айтып қоямыз. Қазір жастардың бәрі, жастар кейде өзімізді соған кетіп қаламыз. Сіз? Әрине, енді жас болғаннан кейін кішкене өздерінде қызығушылығына байланысты оқиды ғой, бірақ махаббат қызық мол жылдарға жетпейді деп ойлаймын. Оны енді әрбір жас оқып, соны оқу керек деп ойлаймын. Одан кейін мен өзім осындай жас күнімде, осы оқушы сол 10-11 класс мамандық таңдауға, тағы басқа деп ой келіп жатқан кезде, үлкен өмірге дейміз ғой енді. Сол кезде Исай Калашниковтың «Жестокий век» мен негіз орысша оқыдым, бірақ несі, сол аудармасы бар жоғын білмейді екем. Сол кітапты оқығанда ол жерде Шыңғыс хан туралы жазады ғой енді. Жалпы енді ол әдеби жағында көп тарихпен де ұштасады, бірақ әдеби де, былай сөзі де, саптауы да өте әдемі, өте көп ақыл кеңес беріледі. Сол жерде адамның сабырлығы, адам өз-өзін ұстауы, қандай да бір шешімді бірденен айта салмай, ойланып сөйлеуі, топтық жұмыс, неге шабуылға баратын кезде әскерді қалай дайындағанға дейін, сонымен қатар отбасылық мәселелер де қаралады. Өте бір үлкен танымдық кітап деймін. Сол себептен соны ұсынар едім, сол кітапты оқысын деп. Ал қазір енді көп психологиямен айналысам, психологиялық кітаптармен. Мынау енді 100 жаңа оқулық жобасы рухани жаңғыруда өте бір керемет жоба деп ойлаймын. Шын мәнінде біз өзіміз оңтүстікте тұрамыз ғой, бізде студенттерден байқаймыз, орыс тілін онша білмейді. Жалпы қазақ тілге бейім балалар. Одан кейін осы кітаптардың қазақ тіліне аударылғаны ол бір үлкен құптарлық іс деп ойлаймын. Және де осы соңғы оқыған кітабым жалғызға, көпке ұмтылған жалғыз деген психологиялық, ол кәдімгі оқулық болып табылады. Соны да оқыса өздерінің көп өмірлік мысалдар келтіреді, кішкене адамның мейірімін көтереді деп ойлаймын. Шынымен адам қоғамда мейірімді болу ол өте маңызды деп ойлаймын, және шынайы болу. Мынау бір жақсы сөз бар, Джун Ридің, когда вы правдивы, дейді, вы красивы. Когда вы красивы, вас любят. Когда вас любят, вы счастливы, дейді. Бәріміз бақытты болғымыз келеді, оның түбі осы шындық айтудан келеді деп ойлаймын. Рахмет көп. Енді сіздерге мынандай сұрақ болсын, жалпы енді көпке топырақ шашпай қойын. Кейбір біздің қоғамда енді әйел адамдардың бір билік басына келуі, немесе басшы қызметте отыруын кейбір адамдар құптамай жатады. Осы бойынша кішігірім өздеріңіздің ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Өзіңіз. Ең бірінші енді өзім ойлаймын, отбасы қолдау керек әйелді. Егер отбасыда ол билік басына барғанын қаламайтын болса, онда ол отбасы маңызды деп ойлаймын. Көп жағдайда мысалы құптамайтын кісілер сондай мысалға кезіккен шығар деп ойлаймын да, осындай отбасындағы мәселені шешпей билік басына барды, осы әйелдердің керегіне деген сияқты. Ал бірақ әйелдердің, мен қызмет басында отырған көп әйелдердің ұқыптылығын, жауапкершілігін және де бір сондай жан дүниесімен сол жұмысты атқаратынына өзім көзім жетеді. Сол себептен біз әрбір сұрақта ұсақ түйек жоқ деп қараймыз да.
мысалы сіз де айтып отырсыз 40 жылдан астам осы Қызылайға еңбек ету деген ол шын мәнінде сол мамандықты сүю ғой. Сол себептен ондай кедергі болмау керек деп ойлаймын. Біз бәріміз бірдейміз. Сол себептен енді ештеңе айта алмаймын ол кісілерге. Өзіңіз қандай сұрақ? Сұрағыңыз жалпы былай еді. Билік басында әйелдерге кері Мен пікір. жаңағы орын қыздың айтқанымен қосылам. Әйелдер деген ол біріншіден енді жаңағы жанұяға байланысты ғой енді. Қасыңдағы жолдасыңа байланысты билікке барсын. Ол енді әртүрлі болады ғой енді. Ер азаматтар басқаша қарайды, соларға да байланысты ғой деп ойлаймын. Мен мысалы қанша жұмыс істеп келе жатсам да жолдасым еш уақытта жоқ болмайды деген командировкасы бар. Райондар жағы Тұрар Рысқұловта жер сілкінді, оған да бірге қосылып барып жатты. Ол үйіндегі ер азаматқа да байланысты деп ойлаймын. Екінші жағынан енді әйелдер жауапкершілігі мол сияқты әйелдер. Мысалы алатын болсақ енді, мысалы біз енді орын қызда менде мынау іскер әйелдер тобында жүріп жатырмыз ғой. Өткенде форум болды, қанша әйелдер нелер алып жатыр, номинациялар алып жатыр. Сонда да мен мейірімді жүрек деген номинант болдым. Сол әйелдер, көп әйелдер жаңағы бизнеспен айналысып жатыр. Ауыл шаруашылығында дөңгелетіп алып кеткен. Сондай алып кеткен, Қордай ауданынан келген. Сол себептен неге болмасын әйелдер. Мысалы мен орын қызды да білеміз, қанша жылдан бері осындай жұмыс атқарып келе жатыр. Жаңадан мен өзімнің институттың жаңағы директоры болдым ғой жаңағы. Баяғыда Пернеш көп жасар болған сол болған уақытта сіз проректор болдыңыз, Қожамжарова болған ба. Сол себептен мен әр уақытта қолдаймын. Рахмет. Ой түйіндейік, қорытындылайық. Жалпы енді әйел адамдардың жетістікке жетуі бойынша қорытындылап өзіңіз айтып кетсеңіз. Енді қазіргі терминологиямен айтатын болса, көшбасшы әйелдер қатары көбейіп келеді. Оның себебі неде деп кейде бір ойланамыз. Себебі бізде қазір мынау цифрлық заман болып келе жатыр. Шын мәнінде бұрынғындай азан кетіп, кеш келіп жүретін жұмыс жоқ. Ол әйел жетістікке үйде отырып та жете алады. Оның мысалы әлеуметтік миссиясы қатар жүре беретін болса, мысалы ең бастысы қоғамға өзін таныту деп ойлаймын, және қоғамға қызмет ету. Енді мынау көшбасшы деген ол үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Сол себептен қазіргі жастардың бойында ол қасиет бар. Қазір жастар көп шетелдік тәжірибені қолданады. Одан кейін барып кішкене сөйлеу өнері жастарда дамыған. Бұл да үлкен бір жетістікке жету кілті деп ойлаймын. Қазір мысалы бұрынғы уақытта көп адам ортаға шығып сөз сөйлеу сондай болған емес. Қазіргі жастар мысалы интернет желісінде көріп отырамыз ғой. Шында бір ешқандай қысылмай өз ойын ортаға салады. Ал ол өзі бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Шын мәнінде кез келген адам өзіне ұнайтын істі қоғамға пайдалы қылып көрсете білсе, ол соған жетістікке жетеді. Жақсы сөз бар ғой, өзін сүйіп, неға мамандығымен жұмыс жасайтын болсан, бір күнде жұмыс жасамай демалғандай боласың деп. Шын мәнінде адам сүйіп жасау керек деп ойлаймын. Рахмет көп. Жаңа айтып кетті ғой, мысалы әйел ана, әйел ол жаңағы үйдің несі дейді ғой, шырағы деп. Сол себептен жетістікке жету үшін жаңа басында айткен едім ғой, жаңа көп кітап оқу керек дегендей, алға мақсат қою керек. Содан кейін өзің істеген мамандығыңды үшін сүйе білу керек. Сонда адам жетістікке жетеді. Не айтайын тағы да? Көп жағы қоғамдық ұйымдардың да несі пайдасы өте зор. Жастар тек қана өз мамандығымен шектеліп қана қалмайды, бұлар қоғамға әсер ету керек деп ойлаймын. Мысалы біз айтып жатырмыз ғой, Оразгүл Тойбековна да мен де біз Жамбыл облысы бойынша іскер әйелдер қауымдастығының мүшесіміз. Осыға мүше бола тұра, ол да сізге мүмкіндік сыйлайды. Солардың тарапынан мысалы мен биыл праймеризге қатыстым. Бұл да мен үшін бір жаңа дүние болды. Шын мәнінде өзімізді халықтың
пікір білдіруі, біз қаншалықты әлеуметтік желіде белсендіміз, бізді шын мәнінде қолдайды ма, одан кейін барып көп осы Тараз қаласы бойынша мекемелердің жұмысшыларымен, қызметкерлерімен кездестік. Сол кезде біз көп мән бермейтін ұйымдар да бар екен. Ол жерге барған кезде де мысалы танымай жатыр кейбіреуге өзіміз таныстырып жатырмыз, кейбіреулер керісінше біз сізді білеміз дейтін болса да бір адамға мотивация береді кәдімгідей. Сол себептен ойлаймын, бұл праймериз арқылы да біз көптеген көшбасшыларды және жетістікке жете алу жолын тапқан адамдарды шығара білдік, және оған еліктейтін жастар да көбейеді деген сенімім мол. Рахмет сіздерге. Мен тағы да қайталаудан жалықпаймын. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгенге үлкен рахмет. Мен өз басым сіздердей жандармен әңгімелесіп отырғаныма мен қатты қуаныштымын. Құрметті спикерлер, сіздерге көп рахмет. Олай болса біз ары қарай жалғастырамыз. Біздің үшінші қонағымыз Жамбыл облыстық 109 диспетчерлік қызметінің басшысының орынбасары Диана Абдығапар Сағындыққызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Өзіңіздің жалпы енді бүгін біздің талқылап жатқан тақырыбымыз өзіңіз білетіндей әйел адамдардың жетістікке жетуі, жалпы қыз балалардың жетістікке жетуі. Осы бойынша енді өзіңіздің бір еңбек жолыңызды айтып кетсеңіз. Еңбек жолы деген кезде негізі қоғамдық жұмыстарға өзім қызығушылығым университет кезінде басталған болатын. 2016 жылы мектеп бітіріп университетке, Тараз мемлекеттік университетіне түстім. Сол кезде ең бірінші біз пікірсайыспен айналыстық. Ол жақта Еркін ойлар алаңы интеллектуалды пікірсайыс клубы болған. Сол клубқа барған кезде ең алғаш осындай жұмыстарға махаббатымды деп айтсақ болады, ашқан сол клуб болатын. Адамдардың алдында сөйлей білу, не істеу керек, қандай тақырыптар болады деген сияқты. Яғни әртүрлі тақырыпта талқылау барысында, жалпы республикалық турнирлерге шығу барысында маған ол нәрсе өте қатты ұнады. Содан соң сол интеллектуалды пікірсайыс клубында 3-ші курс оқып жүрген кезде мен сол клубтың координаторы болдым. Яғни өзім сол 1-ші курстан келген, жаңадан келген студенттерді тарттым деген сияқты, пікірсайысқа үйреттік. Сол жақта бізде пікірсайысшы ағаларымыз келіп тұратын, сол біздің клубқа, жиналыстарға. Солардың ішінде Серікбол Берікқожа болды, яғни Серікбол Қайратұлы. Сол кісі келді, ол кісі қазір осы Жамбыл облысында жастардың жаңа шыры, жастардың өкілі ретінде есептеледі. Сол кісі келген кезде мені сол кісі өзі жұмысқа шақырған болатын, яғни СК групп үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығына. Сол жаққа бардым, ол 2-ші курс аяқталған кезде болған. Яғни 3-ші курста мен координаторда болдым, 2-ші жағынан жұмыста жасадым деген сияқты. Ең алғаш Адырна Таразы жастар қоғамдық бірлестігі бар бізде, ол әйелдердің гендерлік саясатымен тікелей жұмыс атқаратын ұйымның бірі болатын. Сол ұйымның төрайымы болдым. 3-ші курсында? Иә, 3-ші курсында, сол 2018 жылы. Сол ұйымның төрайымы болдым. Біз осы Жамбыл облысында болып жатқан көптеген мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстармен айналысқан болатынбыз. Содан соң сол жерде өзім, яғни опыт дейді ғой, былайша айтқанда, тәжірибе жинап көрдім. Жалпы қандай қоғамдық жұмыстармен айналысуға болады, қоғамдық жұмыс деген жалпы не екендігін сол кезде түсінген болатынмын. Сол кісілерге мен үлкен алғыс білдіремін негізі. Содан кейін 2020 жылы осы жақында Жаңғыру жастар коалициясы бар, заңды тұлғалар бірлестігі. Яғни ол бірлестік бізде діни сауаттылықпен, теолог мамандарды оқыту деген сияқты жобалармен айналысып та келеді. Сол ұйымда 2020 жылдың басында сол ұйымның президенті атандым. Яғни ол ұйыммен де жұмыс жасадым бірталай. Яғни ол жерде де мен тікелей кураторым ретінде Олжабаев Асхат деген кісі болды. Ол кісі көмектесті, көрсетті, құжаттармен қалай жұмыс жасау керек екен дегендей. Жалпы осы ұйымдарға келіп көп нәрсені үйрендім, қоғамдық жұмыстарды. Содан соң дипломымды енді алдым мен. Айта беріңіз, сұрағыңыз қойыңыз ба? Сізді қазір айтып жатырған 109 диспетчерлік қызметі деп, осы жердегі қызметіңіз жайында айтып кетсеңіз? 109 қызметіне мен күні кеше отырған болатынмын. Яғни бұл жерде басшының орынбасары қызметіне отырдым, тағайындалдым. Бұл жерде 109 деген ол коммуналдық мемлекеттік мекеме болып есептеледі. Яғни ол жақта бізге көбінесе коммуналдық сұрақтар бойынша хабарласады. Құдықтың ашылып қалуы, немесе светтің өшіп қалуы, электрожарығының өшіп қалуы деген секілді, жылу судың болмауы. Яғни осы сұрақтар бойынша бізге тұрғындар хабарласып тұрады, өздерінің біріншіден рахметтерін айтып тұрады, екіншіден кемшіліктерді айтып тұрады деген секілді. Сол нәрсенің барлығын біз үшінші жаққа, яғни сол нәрсеге жауап беретін ұйымдарға біз жеткізіп отырушы тікелей көпір ретінде есептеледі бұл 109. Жалпы жұмыс осындай.
негізі білмеймін, өзімді керемет бір жетістікке жеткен әйел ретінде есептемеймін жалпы. Ондай болған күннің өзінде ол үшін адамдардың қасында, кез келген адамның қасында жанашыры және қолдаушысы болу керек деп есептеймін. Құдайға мыңда бір шүкір, менің қасымда өте керемет қолдаушылар болды. Ол менің ағаларым, сол бағанағы Серікбол аға, Асхат аға деген секілді. Ол мен отбасым, әке-шешем өте қатты қолдады. Яғни көбісінде болады андай, біз пікірсайыста да ойнап жүрген кезде республикалық турнирлерге шығатынбыз. Ол Астана немесе Алматы деген секілді жерлерге. Ол жерге көбісінің әке-шешесі жібере бермейді. Яғни жас балдарды, студенттерді, тем более өздерінің қаражаттарына, біз өзіміздің қаражатымызға баратынбыз, жібере бермейтін. Тем более қыз балалардың шығуына. Иә, қыз балдарын әсіресе. Мен ата-анам ол нәрсе маған сенді деп есептеймін, және де ешқандай қарсылығы болған емес. Сол үшін үлкен алғыс білдіремін. Әрине, сіздің осы қазіргі жетістікке жетіп жатқаныңыз, ата-анаңыздың жалпы осылай сізге рұқсат еткендігін, сізге сенім артқандығының белгісі деп білеміз. Енді қазіргі таңда қоғамда, мысалы үшін мен қазір сізді көріп қатты қуанып отырмын. Жалпы осындай жап-жас бір меймен қатарлы қыздар осындай жақсы қызметтерді атқарып жатқандығына. Жалпы біздің қоғамда мынандай көпке топырақ шашпаймын, бірақ осындай ұстаным бар. Әйел адамдарының, жалпы қыз балаларының билікке отыруы, жалпы басшы қызметте болуы деген секілді. Осы бойынша сіз қалай ойлайсыз? Мен де ол нәрсеге негізі қарсымын. Негізі андай феминизм дегенге немесе қазақтан андай сөз бар ғой, әйел бастаған көш оңбас деп айтады ғой. Ол нәрсе мен де қолдаймын, бірақ қазір кішкене ол ойымнан ауытқып жатқан себебім бар. Мынандай нәрсе, қыз балдарға әрқашан да жол көрсететін ер адам болу керек деп есептеймін. Ол қыз бала басшылық орында отырған күннің өзінде де қасында көмекшісі ретінде немесе қалай айтатындай советчик дейді ғой, ақылшы, кеңесші ретінде ер адамның болғаны ол өте дұрыс. Себебі әйел адамдар көбінесе кез келген андай бір ситуацияларды эмоционалды қабылдайды. Ер адамдар ақылмен қабылдайтын болса, әйелдер жүректермен қабылдайды деп айтады ғой. Сол себепті сондай кездерде қасында көмекшісі, ақылшысы болған ер адам болғаны өте дұрыс деп есептеймін. Басшылыққа барған күннің өзінде де жалпы сондай. Жалпы сізге рахмет. Енді ойыңызды түйіндейік, қорытындылайық. Жалпы енді бір өзіңізбен қатарлы, не болмаса өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан сіңілдеріңізге ерекше жігерлендіретін бір мотивациялық пікіріңізді айтып кетсеңіз. Айтар кеңесім болатын болса, кез келген адам жетістікке жете алады. Еңбекпен маймылды да адам болуға болады деп айтады ғой, мысалға. Сол себепті тек қана еңбекқорлық ол әйел балаларына болсын, ер азаматтарға болсын айтылатын нәрсе еңбекқорлық қана қажет сияқты. Және де шыншыл болу керек. Ешқашан демеймін, енді өтірік айтпайтын адам жоқ қой. Өтірік айтпауға тырысу керек. Қандай жағдай болмасын, өз қателіктерін мойындап, еңбекқор болатын болса, кез келген адам жетістікке жетеді деп есептеймін. Рахмет, Диана, сізге осындай барлық келген спикерлерге айтып жатырмын. Жалпы енді уақыт бұл жерде өте алтын деп айтады ғой. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Осымен біздің саналы толық жобамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.